Сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бүгін біз пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, қант және де маргарин майы қажет болады. Осылай маргарин майымызды ұнға жақсылап араластырып аламыз. Араласып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды жарып салып илеп аламыз. Осы илеп болғаннан кейін табамызға ұнымызды орналастырамыз. Жақсылап жан-жағына жеткізіп орналастырып аламыз. Содан кейін мейізбен жаңғағымызды саламыз. Осылай мейізбен жаңғағымызды салып алғаннан кейін бізге сгущенка үстіне құямыз. Осылай сгущенкамызды жақсылап жан-жағына жеткізіп майдалап жағып аламыз. 250 грамдай сгущенка құйсаңыздар болады. Осылай шоколадымызды ертіп үстіне құямыз. Және де осылай болды. Лайк басып комментарий қалдырыңыздар.